Қайырлы күн YouTube каналының оқырмандары, сіздерге тағы да пайдалы ақпаратпен шығып отырмын. Егер де кімнің сәбиінде алғашқы айларда сарқыштану болатын болса, мені мұқият тыңдаңыздар. Егер де балаларыңызда сарқыштанудың қай дәрежесі екенін білгілеріңіз келсе, қазір сіздерге айтып өтемін. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Күнделікті ақпараттар келіп отырады. Анықтап қарасаңыздар, мына жерде міне бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші деп жазылып тұр. Сіздерге мен сарқыштанудың кәдімгі медицинский тілмен емес, жалпы кәдімгі қарапайым тілмен түсіндіргім келіп отыр. Егер де алғашқы туылған кезде балаларда, негізі қалыпты жағдайда, табиғи түрде алғашқы екінші тәуліктен бастап, яғни үшінші тәулікке қараған күннен 10-шы, 14-ші күнге дейін сарқыштану болса, бұны біз қалыпты деп есептейміз. Егер де айы күнне жетіп туылған бала болса, недоношенный балалар дейміз, солар болатын болса, онда ол 3-ші тәуліктен 21-ші тәулікке дейін сарқыштану бұл қалыпты деп есептейміз. Одан кейінгі, яғни 1 айға созылатын, 1,5 айға созылатын сарқыштануларды біз қорқамыз, одан өйткені ол сарқыштану бізге қалыпты емес. Баланың болашақтағы қалыпты өсуіне, дамуына, сөйлеуіне жалпы кері әсерін тигізеді. Енді қарап тұрсаңыздар, міне бірінші дәрежесі, бірінші дәрежелі сарқыштану, бұл сіздің балаңызды анықтап қарасаңыздар, шешіндіріп қараған кезде, осындай тек баспы, яғни бетінде, мойнына дейін ғана болатын болса, онда ол біздің ағзадағы билирубиніміз, осы сарқыштануды тудырып отқан. Бұл жеңіл түрде, яғни ол 80 организмдегі 80 микромоль на литр. Бұл кезде емдеудің қажеті жоқ. Баланы жиі емізу арқылы сіз немесе су беру арқылы баладан ол организмнен шығады, үлкен дәретімен, кіші дәретімен. Егер де екінші дәрежесін баланы қараңыз, толық шешіндіріп қараған кезде, басында және кеудесінде қарасаңыздар, кіндік аймағына дейін болатын болса, ол екінші дәрежесі. Оның организмдегі көлемі билирубиннің 150 микромоль на литр. Ол кезде де жиі емізу, таза ауаға шығару, негізгі емі фотолампа. Бұл жағдайда фотолампаны қолдану керек. 3-ші дәрежесін қараңыздар, яғни 3-ші дәрежеге өскен сайын бұл жерде балаға қауіп тудыру өте жоғары деген сөз. 3-ші дәрежеде міне 200 микромоль на литр. Бұл баланың уже миына зақым келтіреді. Болашақта жаңағыдай баланың кеш сөйлеуіне, кеш дамуына, тежелісіне, тіптен балалардың сал ауруына дейін алып келетін осы біздің сарқыштануымыз. Сондықтан 1 айға созылып кетті деп қарап отырмаңыздар, құрметті аналар. Міне 3-ші дәрежесі, ары қарай түсінікті. 4-ші дәрежесі, міне алақан мен табандары ашық, қалған жердің бәрі сарғыш. Соңғы дәрежесі міне аяқ табандарда, аяқтарда бәрі сарғыш болса, онда біз тіптен баланы міндетті түрде дәрігерге көрсетіп, анализін тапсырып, больницаға жатып, немесе неонатология дейміз ғой, дәрігерге қаралып, емханада немесе больницада емделу керек. Міне бұл кезде уже 350-ден жоғары. Бұрынғы кезде бізде не болған, немесе қазіргі таңның өзінде ауыл аймақта, немесе 1 айлық баланы тексеруге біз бармаймыз, анализ тапсыруға, ауырып қалады не деп. Сондықтан осы шкала бойынша бұрынғы кезде білетін болған осы сарқыштану арқылы қаншалықты организмдегі мөлшерін осымен шамамен біліп отырған. Ал құрметті аналар, егер де балаларыңызда осы сарқыштану болса, осы арқылы өздеріңіз болжамдап, дәрігер шақырып, қарап емдетсеңіздер болады.